Hayırlı gün Kazak eli. Prezident jarasından jauz deymi, başka mı men düşünbedim. Hazır İçişleri bölümünün başlığına da haberlaştım. Aga bizde onday yok deydi. 3 gün oldu. Uyumның töbesinden drone ketpey jür. Baklav. Yelimde, jerimde sүйгөнüm üçün, ballarımның bolacak üçün küreskenime kinalimim be. Anau arpıldakları anau ağızlarına gelgen kusup tısıp жатқандар. Бақытхан, еркек болсаң, бетім айт деп отырсың, біле. Звондасам телефонымды алмайсың ғой. Эфирге айтып отырсың ғой, еркектер бетім айт деп. Ал телефоныңды, еркек болсаң, ертең центрға шықшы. Елдің алдына шықшы, халықтың алдына сөйлесейік. Эфирге отырып өзіңше оттап отырсың, телефоннан көтеріліңдер, диваннан көтерілдім, шық ертең центрға кел. Еркек болсаң, халықтың алдына шықшы. Осы сөзін халықтың алдына айтып көрші. Дәтің шыдаса. Жаман қатын құсап, немерелерімен қорғанып, торғай екеш торғай, балапанын қорғайды дейді. А сені балаларын қорғап жатыр. Намысың бар ма? Намысың жоқ. Қатынның артына, балаңның артына, немереңнің артына тығылып отырсың. Үйше айтасың диваннан тұрып, бетім айт деп. Мен айтам бетіңе, көтің шыдаса шық ертең центрға. Кел, еркек болсаң. Намыссыз қара қатынсың жүрген. Өтірік телефонда отырып, мен бетім айтыңдар деп. Айтам бетіңе, шықшы. Жүгіріп тығылып жүрсің жаңағына біреу, шиберлер ұқсап. Звондасам, телефоныңды алмайсың, өшіріп тастайсың. Намысың жоқ, қара қатынсың ғой жүрген, болды. Еркек болсаң шық ертең центрға көрейін. Айтшы осының бәрі халықтың көзінше менің бетіме. Халықтан садаға кетсең, кімсің халықтың алдында үйіп сөйлейтін? Айтқаның бәрі өтірік, өшек. Мәңгүрттер, есектер деп. Айтшы, фамилияны айтып көрші, олардың бетін айтшы. Сен мәңгүртсің, сен есектің деп атын айтшы. Бәрі общий қоспай. Нағыз мәңгүрт, нағыз есек сенсің, мен сен бетің айтам. Таза есексің. Қолынан келсе істеп өш алмаған. Қатын құсап, тығылып, бала шағаң артына тығылып отырсың, сүмелік ит құсап. Шакалсың натуральный. Қашанға бұл жалғасады. Қолынан кемей ме? Қасым-Жомарт Кемелұлы. Орныңды босат. Сәлмөтен сияқты. Істейалам деген азаматтарға. Енді ауылдың жай 68-ге кеткен. Менен қорықсаңдар, енді білмеймін. Жерімді сүйгенім үшін. Жетісу облысы Кербұлақ ауданы. Шаған ауылынан Ақылбайдың Бақытқаны.